Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, номер 9-шы жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Жолдасова Шынар Ансабаевна. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін мен сіздермен 4-ші сынып қазақ тілі сабағын жүргіземін. Балалар, өткен сабақта біз сіздермен осы шақ және өткен шақты өткен болатынбыз. Ендігі бүгінгі біздің тақырыбымыз келер шақ. Бүгінгі сабағымыздағы оқу мақсаты етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақта қолдану. Дескриптор, етістіктің шақ түрлерін анықтаймыз. Етістікті келер шақта қолданамыз. Балалар, келер шақ туралы жаңа ақпаратты тыңдайық. Келер шақ етістіктері іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Келер шақ етістіктері не істеймін, не істейсің, не істейді деген сұрақтарға жауап береді. Және балалар, келер шақта үш шақта жіктеледі. Мен не істеймін? Сен не істейсің? Ол не істейді деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, сізге Мирас көмектеседі. Мен ертең саябаққа барамын. Біз сыныбымызбен кітап оқимыз. Балалар, мұндағы етістіктер көмектеседі, барамын, оқимыз, келер шақ етістіктері. Бірақ қай жақта тұрғанын тауып көрейікші, балалар. Сізге Мирас көмектеседі. Не істейді? Ол көмектеседі. Демек, үшінші жақ жекеше түрде келер шақта тұр. Не істеймін? Мен барамын. Демек, бірінші жақ жекеше түрде келер шақта тұр. Оқимыз. Не істейміз? Біз оқимыз. Демек, балалар, бірінші жақ көпше түрде келер шақта тұр екен. Тыңдалым. Өлеңді мәнерлеп оқып. Балалар, мен отан өлеңін оқимын. Сіздер де менімен бірге оқыңыздар. Отан. Нұрсұлтан Ғалымбекұлы. Білімнен жұпар жинайын, еліме бақыт сыйлайын. Жүрекпен сүйіп отанды, жүрекпен мәңгі жырлайын. Отаным гүлге бөленсін, өзге елдермен теңелсін. Амандық болса ағайын, бәрінде бірге көрерсің. Балалар, ендігі бізге тапсырма. Өлеңнің тақырыбы мен мазмұнының сәйкестігін анықта. Етістіктерді тап, олар қашан болатын істі білдіріп тұр. Балалар, өздерің көріп отырғандай өлеңнің тақырыбы отан. Өлеңнің сөзінде де отан туралы айтылған. Ендеше, өлеңнің тақырыбы мен мазмұны сәйкес. Енді балалар, осы өлең жолдарынан етістіктерді табайықшы. Жинайын, сыйлайын, жырлайын, бөленсін, теңелсін, көрерсің. Етістіктері. Балалар, етістіктер болашақта болатын істі білдіріп тұр. Не істейін? Жинайын. Етістіктер не істейін деген сұраққа жауап беріп тұр. Балалар, енді дескриптор арқылы өздеріңді бағалайтын боласыңдар. Жазылым, ойлантап ойыны. Балалар, бұл жаттығуда өздерің көріп отырғандай шашылып жатқан сөздерден
сөйлемдер құрап жазу керек. Етістіктерді тауып, олардың қай жақта тұрғанын, қашан болатын істі білдіретінін айтыңыздар. Ал балалар, сөйлемдер құрастырайық. Мен анама көмектесемін. Не істеймін? Келер шақты білдіріп тұр. Бірінші жақ жекеше түрде. Сен ағаңа көмектесесің. Не істейсің? Алдағы уақытта болатынын білдіріп тұр. Ендеше келер шақ, екінші жақ жекеше түрде. Сіз Маратқа көмектесесіз. Екінші жақ жекеше түрде келер шақ. Ол апайға көмектеседі. Не істейді? Үшінші жақ жекеше түрде келер шақ. Біз достарымызбен көмектесеміз. Не істейміз? Көмектесеміз. Істің алдағы уақытта болатынын білдіріп тұр. Ендеше келер шақ, бірінші жақ көпше түрде. Сендер достарыңа көмектесесіңдер. Екінші жақ көпше түрде келер шақ. Сіздер апайға көмектесесіздер. Екінші жақ көпше түрде келер шақ. Олар анаңа көмектеседі. Үшінші жақ көпше түрде келер шақ. Осылайша балалар, дескриптор арқылы өздеріңді бағалап көріңдер. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Мұнда Тұманбай Молдағалиевтің өлеңі берілген. Бірақ етістіктері өз орнында емес екен. Өлеңге тиісті етістіктерді өз орнына қойып, толықтырып жазыңыздар. Көкке ұшамын, ұшқыш болар баламын. Соңына ерем, Гагариндей ағаның. Батыр болам, көк аспанды сүйемін. Жұлдыздарға барып келіп жүремін. Дескриптор арқылы өздеріңізді бағалап көріңіздер. Балалар, етістіктің қай жақта тұрғанын байқап көрейікші. Әрине, келер жақта тұр. Себебі іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіріп тұр. Міне балалар, етістіктерді өз орнына қойдық. Ендеше әдемілеп жазайық. Балалар, енді сыңарын табу ойыны арқылы бағаның сол жағындағы сөздерді тиісті етістіктермен сәйкестендірейік. Мағжан ақылдасты. Ағаш өсті. Сабақ басталған. Біз естідік. Досы келді. Не істеді? Ақылдасты. Не істеді? Келді. Балалар, бұл жерде нені байқап тұрсыңдар? Іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіріп тұр. Ендеше бұл қандай шақ? Әрине, өткен шақ етістіктері. Балалар, енді сабағымызды қорытындылайық. Үйге тапсырма 25-ші жаттығу бос тіркөздерге сәйкес келетін етістіктерді тауып жазыңыздар. Бұл етістіктердің қай жақта тұрғанын дәлелдейсіздер. Балалар, осымен біз барлық шақтармен таныстық. Үш шақты да жақсы түсінді, меңгерді деп сенемін. Және бұл шақтарды өз орнына қолдана алады деп ойлаймын. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.